Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Қаниф Нұрсұлтан Сабырұлы, Арал қаласы, Тарас Григорьевич Шевченко атындағы номері 13-ші орта мектебінің математика пәні мұғалімі. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз үшбұрыш теңдігінің белгілері. Сабақтың мақсаты үшбұрыштар теңдігінің белгілерін білу және дәлелдеу, үшбұрыштар теңдігінің белгілерін есептеп шығару және дәлелдерде қолдану. Ең алдымен тақырыпқа енбес бұрын үшбұрыштың анықтамасына тоқтала кетейік. Үшбұрыш деп бір түзудің бойында жатпайтын, үш нүктеден және оларды тізбекте қосатын кесінділерден тұратын фигураны айтамыз. Үшбұрыш элементтері ең алдымен үшбұрыш үш төбеледен және үш қабырғалардан және үш бұрыштардан тұрады. Сызбадан қарайтын болсақ, А, Б, С бұл төбелері, АВ, АС, ВС үшбұрыштың қабырғалары, А бұрышы, Б бұрышы, С бұрышы бұл үшбұрыштың бұрыштары. Үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі. Егер үшбұрыштың екі қабырғасы мен арасындағы бұрышы сәйкесінше екінші үшбұрыштың екі қабырғасы мен арасындағы бұрышына тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең болады. Мына төмендегі сызбаға қарайтын болсақ, АВ қабырғасы мен екінші үшбұрыштың А1, Б1 қабырғасы тең. Бірінші үшбұрыштың АС қабырғасына екінші үшбұрыштың А1, С1 қабырғасы тең. Және де С бұрышы мен екінші үшбұрыштың С1 бұрышы тең. Біздің теоремамызға байланысты арасындағы бұрышы тең және екі қабырғасы тең. Үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі. Егер бірінші үшбұрыштың бір қабырғасы және оған іргелес жатқан екі бұрышы екінші үшбұрыштың сәйкес қабырғасы мен оған іргелес жатқан екі бұрышына тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең болады. Бізде екі үшбұрыш берілген, АБС және А1, Б1, С1 бұрыштар. Енді балалар қарайтын болсақ, АБ қабырғасына А1, Б1 қабырғасы тең және Б бұрышына Б1 бұрышы тең, А бұрышына А1 бұрышы тең. Енді біздің теоремамызға байланысты АБ қабырғасына іргелес жатқан А және Б бұрыштары екінші үшбұрыштың А1, Б1 қабырғасына іргелес жатқан А1, Б1 бұрыштары сәйкесінше тең болғандықтан, бұл үшбұрыштар бір-біріне тең болады. Үшбұрыштар теңдігінің үшінші белгісі. Егер бірінші үшбұрыштың үш қабырғасы екінші үшбұрыштың үш қабырғасына тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең болады. Бізде екі үшбұрыш берілген, АБС және КЛМ. Бірінші үшбұрыштың АВ қабырғасына екінші үшбұрыштың КЛ қабырғасы тең, бірінші үшбұрыштың ВС қабырғасына екінші үшбұрыштың ЛМ қабырғасы тең, бірінші үшбұрыштың АС қабырғасына сәйкесінше екінші үшбұрыштың КМ қабырғасы тең болғандықтан, бұл екі үшбұрыш тең болады. Оқушылар, мысалдарға көшейік. Бізде АБС және А1, Б1, С1 үшбұрыштар берілген екен. Бірінші үшбұрыштың АБ қабырғасы мен екінші үшбұрыштың А1, Б1 қабырғасы тең. Және БС тең болады, Б1, С1 және сәйкесінше Б бұрышы Б1 бұрышына тең. Бізге табу керек А1, С1 қабырғасы мен С бұрышын тап дейді. Енді біз үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісіне сүйенеміз. Теорема бойынша екі қабырғасы және арасындағы бұрышы тең болатын болса, онда бұл үшбұрыштар тең деген. Бізде теоремаға сәйкес екі қабырғасы, яғни АВ мен А1, Б1, ВС мен Б1, С1 тең және арасындағы бұрыштар тең. Және бұл үшбұрыштар тең болады. Сондықтан сәйкесінше АС тең болады А1, С1-ге. Бізде АС берілгенде 9, сондықтан А1, С1-ды 9-ға тең болады. Сәйкесінше бізде С1 бұрышы 30 градус болғандықтан, С бұрышы да 30 градус болады екен. Балалар, бізде екінші мысал. Екі үшбұрыш берілген, АБС және А1, Б1, С1 үшбұрыштары. Бізге айтады, АБС үшбұрышының периметрін тап дейді. Енді біз үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісіне сәйкес
бір қабырғасы және соған іргелес жатқан екі бұрышы тең болатын болса, екі үшбұрышта да, онда бұл үшбұрыштар тең деген сөз. Сондықтан біздің теоремамызға сәйкес екі үшбұрыш бір-біріне тең болып тұр. Сондықтан оның әрбір қабырғасына сәйкес қабырғалары бір-біріне тең болады. Соны жазып аламыз. А1 қабырғасына тең болады А1, Б1 қабырғасы. Ол тең болады бізде 5 сантиметр. БС қабырғасына тең болады Б1, С1. Ол тең болады. Бізде Б1, С1-ді алатын болсақ 6 сантиметр, яғни бұл 6 сантиметр болады. Сәйкесінше, АС қабырғасы тең болады А1, С1. Бізде А1, С1 7 сантиметр болғандықтан асымызда 7 сантиметрге тең. Біз білеміз, үшбұрыштардың периметрін табу үшін үш қабырғасын қосамыз. Яғни периметр А, Б, С тең болады 5 сантиметр, қосылған 6 сантиметр, қосылған 7 сантиметр болады. Тең болады. Жауабы 18 сантиметр болады. Үшінші мысалға көшейік. Суреттен үшбұрыштар теңдігінің үшінші белгісі бойынша тең үшбұрыштарды тап дейді. Біз бұл жерден екі үшбұрышты қарастырайық. Үшбұрыш А, Б, С және үшбұрыш А, Д, С. Енді қарасақ, АБ қабырғасына АД қабырғасы тең дейді. Және БС қабырғасына ДС қабырғасы тең. Және екеуіне ортақ асы қабырғасы екеуіне де ортақ. Яғни екеуінде де асы қабырғасы тең деп аламыз. Балалар, білесіңдер, үшбұрыштар теңдігінің үшінші белгісі бойынша, егер бірінші үшбұрыштың үш қабырғасы сәйкесінше екінші үшбұрыштың үш қабырғасына тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең. Мына жерді қарайтын болсақ, АБС үшбұрышы мен АДС үшбұрышты бір-біріне тең болады екен. Келесі мысал, тең үшбұрыштарды тап. Бұл жерде біз екі үшбұрышты қарастырайық. А, F, H үшбұрышы және А, G, H үшбұрышы. Енді бұл екі үшбұрышқа AH қабырғасы екеуінде де ортақ. AH ортақ, я? Және осы қабырғаға іргелес жатқан екі бұрыштары бір-біріне тең. Бізде үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі бойынша бір қабырғасы және оған іргелес жатқан бұрыштары тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең деген. Және бұрыштарын жазайық бұл жерде. F, A, H тең G, A, H. Сондықтан бұл үшбұрыштар бір-біріне тең болады екен. Келесі есебімізді қарастырайық. Бұл жерде екі үшбұрыш берілген және де BNA бұрышын тап дейді. Қарап тұрсаңыздар, AB қабырғасы екі үшбұрышқа ортақ. Және AB қабырғасымен екі үшбұрышты бүктейтін болсақ, ол кезде S пен N бір-біріне беттеседі. Кәнекей салып көрейік. Міне, бұл жерде А мен Б өз орындарында қалады және S. Шақшаның ішіне N-ді салып қояйын. Қарап тұрсаңыздар, бұл жерде 120 градус ASB бұрышымен тең болады бұрыш BNA бұрышы. Ол тең болады 120 градус. Бүгінгі сабақты түсінді деп ойлаймын. Осы түсінгенімізді, үйренге білгенімізді нақтылау үшін өзіндік жұмыс тапсырамын. Екі өзіндік жұмыс бар. Бірінші тапсырмада өзара тең асы және б-ды кесінділері О нүктесінде қиылысады. О нүктесі асы және б-ды кесінділерінің ортасы. Егер БО-сы бұрышы 50 градус болса, онда АО-ды бұрышын тап дейді. Бұл жерде
Екі түзуді қиылыстырып, о нүктесі деп белгілейміз және АО-ды бұрышын табамыз. Екінші тапсырмада үшбұрыштар теңдігінің белгісін анықта. Яғни, екі сызбада да үшбұрыштар теңдігінің қайсысына жатады, соны табамыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.